Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оп-оңай миксерсіз дайындалатын пирог жасаймыз. Бізге керек 3 жұмыртқа, қойытылған сүт 1 банка, май 100 грамм, ұн және қамыр қопсытқыш. Ең алдымен жұмыртқаны осылай жақсылап венчикпен араластырамыз. Қойытылған сүт, яғни сгущенка. Сливочный майды алдын ала ерітіп, кішкене суытып аламыз. Ұнға қамыр қопсытқышты саламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Аз-аздан салып отырып, жақсылап араластырамыз. Арасында түйіршіктері болмауы керек. Жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғанша. Енді қазір міне осылай болып шығады. Пергамент қағаз төселген табаға құйып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Ешқандай миксерді қажет етпейтін пирог. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздермен болған Эльмира.